Сәлем достар, сіздермен бүгін судағы диффузия және ерітіндінің тығыздығы әсері атты тақырыпта демонстрациялық жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы бізде диффузия құбылысының бағыттарын білесіңдер. Диффузия құбылысы дегеніміз ол бізде белгілі бір заттың келесі бір заттың бір-біріне араласып бір құбылыс пайда болуын біз диффузия құбылысы деп атаймыз. Жалпы бізде бүгін диффузия құбылысы ол бізде сұйықтарда, газдарда орын алады. Ал бүгін біз сұйықтарда тәжірибе жүзінде жасаймыз. Бізде қажетті құрал-жабдықтар 2 стакандағы су, 1 стаканға мен арнайы алдын ала тұз араластырып қойдым. Екіншісінде бізде бояу. Осы 3 затты біз экспериментте қолданатын боламыз. Мынау бізде жай су, ал мынау келесіде бізде тұзды су. Енді осыған біз бояуымызды араластырайық. Байқағаныңыздай, диффузия құбылысы тез жүріп жатыр. Енді біз тұзды суымызға қолданамыз. Құяйық. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде бояуды Байқағандарыңыздай, бізде қарапайым ешқандай қоспасы жоқ суда диффузия құбылысы тез жүреді, яғни бұл жерде бізде тығыздығы өте төмен. Ал келесі бізде тұз қосылған суда бізде оның тығыздығы, яғни судың тығыздығы жоғары болғандықтан бояуымыз төмен қарай араласпай, жоғары қарай қалқып кетті. Енді қорытындылайтын болсақ, бізде диффузия ол бізде температураға тәуелді. Егер біз тұзды суымызды ысытатын болсақ, бізде жаңағы бояуымыз бір-бірімен араласатын еді. Ал бізде суық су болғандықтан және тұзды су болғандықтан диффузия құбылысы баяу жүреді. Яғни бізде тығыздығы көп ортада диффузия құбылысы баяу, ал тығыздығы аз ортада тез жүреді. Яғни біз қарапайым теңізді алатын болсақ, теңізде бізде тұзды су болғандықтан ласты заттар және де басқа иістер өте төмен тарайды тұзды су болғандықтан. Міне бүгін біз тәжірибемізде осы құбылысты, диффузия құбылысын дәлелдедік. Осымен сіздерге диффузия құбылысы қызықты болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.